Сәлем қыздар, қазіргі таңда хит болып жүрген восточный пирог дайындаймыз. Ол үшін ұнымызға сахарная пудра саламыз, тұз бен разрыхлитель саламыз. Осы құрғақ массаға майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы песочная массамызға бір жылток саламыз және салқын су қоса отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды пищевая пленкаға орап, бөлме температурасында қалдырамыз. Енді начинкасына көшеміз. Үйлеріңізде қандай кепкен жемістер бар, орехтер бар, солардың барлығын турап және сгущенка қоса отырып, қарапайым начинка жасаймыз. Тестамызды осылай формаға орналастырып аламыз және жаңағы туралған массамызды, начинкамызды орналастырып шығамыз тестаның бетіне. Кепкен жемістеріміз салынғаннан кейін үстіне сгущенка құямыз және 180 градус алдын ала қызып тұрған пешімізге пирогымызды жібереміз. Әркімде пеш әртүрлі болғандықтан қамырының қызаруына назар аударасыздар. Менде пирог 20-25 минутта пісіп шықты. Пирогымыз міне дайын болды. Өте дәмді, шайға таптырмас дәм болып табылады. Жасап көріңіздер қыздар.